Әсем, әйелдер бейсенбісі деген мерекені естуің бар ма? Әрине, Германияның Кёльн қаласында мыңдаған қалжыңбастар жиналатын карнавал туралы айтып отырған. Бұл мерекелік шеру Кёльн қаласынан бастау алып, Дюссельдорф, Кобленц, Майнц және басқа да қалаларда өтеді. Әйелдер бейсенбісі аталып кеткен мерекенің ерекшелігі, бұл күні әйелдер билікті басып алып, басқару ісіне араласа алады екен. Карнавалда әйелдер салтанатты жиын кезінде ер адамдардың галстугын қайшымен кескілейді. Ән би мерекелік кешпен жалғасын табады. Естімеген ел де көп. Енді Кёльн қаласының тағы да қандай ерекшеліктері бар екен, әлемге саяхат айдарынан білейік, бірге көрейік. Қайырлы таң қазақ елі. Арнайы Евразия телеарнасы үшін Германия, Кёльн қаласы атақты Кёльн соборынан жалынды сәлем. Сәлем Қазақстан! Қазақстандық саяхатшылар Бекжан мен қуаныш жүрген Кёльн қаласы Германияда үлкендігі жағынан 3-ші орында. Рейн өзенінің жағасында бой көтерген шаһардың жалпы ауданы 405,2 шаршы шақырым. Қазір мұнда миллионнан астам адам тұрады. Олардың арасында 150 ұлт өкілі бар екен. Халықтың 80%-дан астамы немістер. Сондай-ақ Кёльнде түріктер мен италиялықтар да көп. Бұл қаланы көруге әлемнің түкпір-түкпірінен жыл сайын мыңдаған турист арнайы келеді. Өйткені негізі 5000 жыл бұрын қаланған шаһарда тарихи ғимараттар мен құнды жәдігерлер өте көп. Солардың ішінде Кёльн соборын ерекше атап өту керек. 13-ші және 15-ші ғасырлар аралығында салынған нысан 20-ші ғасырға дейін әлемдегі ең зәулім ғимарат болыпты. Оның биіктігі 157 метр. Германияның батысындағы шаһар мен мұндағы ғибадатхананы сіздің де барып көруіңізге кеңес береміз.